Ақыр заман таяп келеді. Адамзат тіршілігінің тоқтауына бірнеше ғана жыл уақыт қалған. Ғалымдар жерге алып астероид жақындап келеді дейді. Әйгілі физик Исаак Ньютонның есебі бойынша 2060 жылы апокалипсис болады. Ньютонның жазбалары Иерусалимдегі кітапханадан табылған. Діни тұрғыдан да ақыр заман деген түсінік бар. Киелі кітаптарда оның белгілері суреттеледі. Сөйтіп, мұның бәріне қандай дәлел бар, әлде құр болжам ба? Ақыр заман жайлы ғалымдардың айтқанымен жерге төнген қауіп жайында әріптесім Әсия Нұрлыбаева айтады. Ғалымдар ғаламшарға төнген қауіпті Апофис астероидының жерге құлауымен байланыстырады. Бұл астероид 2004 жылдың маусым айында бірнеше зерттеуден кейін ашылды. Оның Апофис аталуы бекер емес. Бұл күнді жұтуға ұмтылып, мәңгілік қараңғылықты қалайтын қорқынышты ежелгі Мысыр құдайы жыланды суреттеп атаған. Бастапқы есептеулер бойынша ол алдымен 2029 жылы жермен соқтығысады. Бұл ықтималдылық 2,7%-ға тең. Кей бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметтері бойынша Апофистің диаметрі 325 метр. Оның қуаты ондаған атом бомбасының жарылысымен теңеседі. Бұған қоса Апофис жерге бір емес, бірнеше рет жақындайды. Дәлірек айтқанда жалпы 12 рет. Ал оның үшеуінде, яғни 2029 жылдың сәуір айында, 2036 жылдың наурызы және 2068 жылдың сәуір айында біздің планетамызға тіпті жақындай түседі. 2029 жылдың 13 сәуірі, жұма күні, бүкіл футбол стадионының аумағына теңесетін үлкен астероид жерге жақын өтіп, байланыс спутниктерінің биіктігінен төмен түседі. Егер Апофис траекториясы қазіргі күйіндегідей қалса, жердегі ауырлық күшінің әсері оны тағы 7 жылдан кейін жерге тікелей соқтығысуына әкеледі. Яғни 2036 жылы Апофис Калифорния мен Гавай арасындағы Тынық мұхитына соғылып, салдарынан цунами толқыны солтүстік Американың бүкіл батыс жағалауын жойып жібереді. Мұхит сақинасының барлық құрлықтарын қиратады. Бірінші ретте ол біздің планетамыздан 31,2 мың шақырымға жуық қашықтықта өтеді. Жерден айға дейінгі аралық 12 есе аз. Кейбір жасанды байланыс жер серіктерінің орбиталарына қарағанда сәл жақын. Қызығы, жер шарына ең алғаш құлаған астероид динозаврлардың тіршілігін жойып жіберген. Алпауыт астероид жер бетіне түскен соң, кратерде 130 метрлік тау жынысы балқыған. Кейін 10 шақты метрді құрайтын цунами көтеріліп, толқын жолындағының бәрін жалмап кеткен. Осының салдарынан жер бетінде жарты жылға жуық қараңғылық орнап, қышқыл жауын шашын жауған. Ғалымдардың пікірінше, климаттың өзгеруі динозаврлардың жер бетінен жойылуына себеп болған. Ал ресейлік ғалымдар Апофис 2029 жылы 32 мың километрге жуық қашықтықта өтеді деп болжайды. Траекториясының сәл ауытқуы да жаппай жойылуға әкеп соғуы мүмкін дейді. Роскосмос ғарыш кемесінің мамандары 2009 жылы Апофис астероидының жерге құлауының алдын алу жобасын талқылаған еді. Олар да бұл ақпараттардың шындыққа жанасатынын мәлімдеді. Жақында бір ғалым маған астероидтың ұшу траекториясы жерге үнемі жақындап келе жатқандығы туралы ақпаратты бөлісті. Бұл Тунгус метеоритінен 3 есе үлкен. Ол 2030 жылға қарай дәл жерге соғылатын есептеді. Шын мәнінде тіршілікті жоятын Апофис астероиды 2036 жылдың 13 сәуірінде болады деп күтіледі. Бұл туралы НАСА ғалымы Стив Чесли өзінің әріптесі Пол Ходеспен бірге астероидты зерттеуінен кейін осындай тоқтамға келген. 2004 жылы Апофис аспан денесі табылған кезде көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Жаңартылған есептеу әдістерімен жаңа қолжетімді деректер 2036 жылдың 13 сәуірінде жердің соқтығысу ықтималдығын көрсетеді. Бұл ғылыми тұрғыдағы дәлел мен болжам. Ал майя тайпасы туралы естуіңіз бар ма? Бұған дейін орталық және солтүстік Американы мекен еткен бұл ұрпақтың ақыр заман туралы әңгімелері дөңгеленген дүниені бір дүрліктірген еді. Біле білсеңіз, ежелгі тайпалықтар әлемдегі ең тура күнтізбені жасаған. Күнтізбе, мереке, рәсім, пұттар мен ата-бабаларға құрбандық шалу, тағдырды болжау уақытын белгілеу үшін қолданылған. Күнтізбе түрлі мақсатта әзірленгенімен, онда көрсетілген күндер 2012 жылдың 21 желтоқсанына келіп тұйықталған екен. Осы күні күн барлық ғаламшармен бірге галактиканың орталығын кесіп өтеді деген болжам болған. Мұны бәз біреулер тіршіліктің жойылатын күніне балап, адамзатты алаңдатып қойған еді. Оған майя ұрпақтарының сөзі дәлел.
Жер шарындағы ең соңғы күн бітуге таяу. Көптеген адам өлімге ұшырайды, тұтас тіршілік тоқтайды. Әлемнің үрейін алған 2012 жылдың 21 желтоқсаны есіктен енген бойда өлімнен қашқан жұрт ақыр заманның орнамағанына толық көз жеткізді. Бірақ ғалымдардың болашаққа болжамы мен нақты зерттеулеріне жаһан жұртшылығы әлі алаңдаулы. Алайда бұл жай болжам ғана. Ал ақыр заманның қашан, қай уақытта орнайтыны беймәлім. Ол тек болашаққа ғана аян. Әсия Нұрлыбаева, арнайы әлем бағдарламасы.